Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге витаминге толы, әсіресе С витаминіне толы болатын апельсиннен жасалатын осындай нанның рецептімен бөлісемін. Тәтті бәліш ретінде жесеңіздер де болады шаймен, өте дәмді болады. Жасап көріңіз міндетті түрде. Және менің каналыма, YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліп, лайк басып, сақтап алуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік, жасалу тәсілдерін көрсетіп өтейін. Алдымен бізге бір апельсин, ұн, оливковое масло, конфетиктер, 2 жұмыртқа, қант, разрыхитель қажет болады. Апельсиндерді жақсылап бөліктерге бөліп алғаннан кейін миксердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Қабығымен бірге, себебі барлық витаминнің бәрі қабығында. Өте оңай. Осылай езіп алғаннан кейін үстіне басқа құрамдарды салып бастаймыз. Яғни жұмыртқамызды, қантымызды, ванилинімізді, оливковое масломызды, яғни сұйық май қолдансаңыздар да болады. Үй жағдайында өз қалауларыңызға байланысты кәдімгі ұнды қолдандым. Негізі без глютена дейді ғой. Глютенсіз ұндарды да қолдануға болады. Өте дәмді шығады. Осылай түсі сап-сары болып күшті болып шығады ғой. Осылай қалбымызға салып 180 градусқа пешке жіберетін боламыз. Бетін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады, ештеңе салмасаңыздар болады. Мен балаларға тәтті қызық болсын деп осылай тәтті конфетиктер салған болатынмын. Өте күшті шықты.